Байзақ әулетіміз. Бүгін сіздерге біз немереміз бірге бір жақсы қазақтың дәстүрін көрсету боламыз. Ол дәстүр ою-өрнек. Қазір біз немереміз бірге сіздерге сол дәстүрді көрсетеміз. Мынау қошқар мүйіз. Ол байлықпен өркендеуді, тұқымның күшін білдіреді. Мынау қарлығаш ою. Ол бақыт пен бостандық білдіреді. Мынау қызғалдақ. Ол әділет білдіреді. Қазір біз сіздерге енді кілемше жасайтын боламыз. Әдемі кілемше болды да мені. Рахмет, жарайсың. Қазақ ою-өрнегі қиял мен дәстүрді құрметтеу арасындағы тепе-теңдік.